Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрай Катукабока. Бүгін менде жаңа сериал, яғни бұл ару жеңімпазы деген атты киноны шығаратын боламын. Кейіпкерлерді таныстыра кетсем, бұл бізде ағайы. Бұл типа өзінше қыз, аты Ақниел. Бұның аты Жания. Сезім. Ал біз киномызды бастаймыз. Балалар, сабақтарына қош келдіңдер. Бүгін жақсы демалып келген сияқтысыңдар, иә? Яға, мен деген Турцияға бардым, Дубайға бардым, маусым күшті болды. Мақтанбаш. Жабы осынды. Жаппайым, емес, мен осыны жаптыратын. Ұқтың ба? Ашқарақ, тұрыңыз, көзінше. Балдар ұрыспаймыз, ешкім ұрыспасын. Бұл сендерге ұрысатын соншама зал емес. Бүгін бізде сабақта тест болады. Қолданды тесті барлар, тесттен тез орындаңдар. Өзіне сауап болыпты, сол тесті бар. А менде жоқ, өзгеме ғана тапсырып тастадым. Өзіне сол керек. Бейшара. Тездетіңдер. Жарайды ағай. Бұл қиын ғой. Мен қалай орындаймын. Бір. Рахмет, саған қашан айтама. Егер қатысатын болсаң, ондай мен киіміне деп. Ағай, өзгертім, кешіріңізші, келесіде киіп келем өзімнің киімімді. Бопты, мақұл. Болыңдаршы тез. Жүкка жинап алам. 5-ке дейін санайым, егер болмасаңдар. Жинап алам. 1, 2, 3, 4, 5. Болыңдар ма? Әкеліңдер тез. Мен жазып отырсын, әр 2-де отырсын ба? Өзіне сауап керек. Сауап бопты өзіне, сұмырай. Гүлназым, әкел тез сенді. Нені, кімнен көшіргенсің? Саған осы 90-да 2 қоям, ұқтың ба? Әкел. Өже қойып қойын, үйге барып тексерем. Дейсіңдер айтпақшы сендері. Дәптірға, түсіндің ма? Жарайды ағай. Дейспейміз десеңіз. Жақсы. Қал біз қазір... Ойна қоңырау кетті ғой, әтен жатқанда. Барлығы сендердің кесірлері. Бағанадан бері нелер істемедіңдер, жазбадыңдар десіп, аға кешіріңізші, мен ғой сабаққа келе алмай қалдым. Яғын сол келе алмай қалғаның осындай болып тұр. Өзінде бұл. Бұл не дауыс. Неғып шығып атқан ғой. Нағым сөйлеп жатыр. Ағай, неғып шығып атқан дауыс шығар. Жайт бар қоңырауларына. Қазір қандай сабақ? Қазақ тілі. Жарайтында мен кеттім. Суламай жүріңдер, қазір апайлайын келеді шығар тағы да. Жарайды ағай. Сұмырай. Не жаздың жаңа? Мен сұмырай емеспін. Енді сұмырайсың ғой етің. Мен кімсің сонша маған сұмырай дейтін де? Сен шығарма осы сұмырай. Жабы өзіңді. Мен сендер сияқты ашқарақ емеспін. Мен тоқпын хотя. Мен баймын. Ал сендердің ақшаларың жетпейді. Уже күз басталып келе жатыр. Сол ғой, күз басталып келе жатыр. Мен тағып жүрсем, мынау пулбукамен жоқ ғой. Тупица, курица. Тыстыш, мен кеттім асқанда бітінге алып жейін. Неде бәрі мен жүк көреді. Мен де қарапаймын ғой. Жаным ашып кетті. Ой, мен кетейін. Апай. Не болды тебер? Біздің апай айда. Кәскелі. Бопты. Қасқа не істеп тұр? Жан ашып, тупица не істеп тұрсыңдар? Өз тупица, мен тупица емеспін. Мен жаным ашып кетті ғой. Мен осындағарын айта алмайым.
Назыр типа өзүнчө болуп тургой. Кет болот чаар анага апайда. Бір ана апай айда кетіп қалды. Бір сабақанша болса күнде келетін дедім, әйтпесе мен Паша подруга мен iPhone 15 алдым ғой. Мә, қош мен әлі Samsung 06 әлі iPhone 5 ұстап жүрмін ғой. 2020-да алып кеткен ғой. Иә, бірақ жаңа смартфон ба? Иә, iPhone 15-тен сол, білмейсің ба, не позор, заманнан қалып кеткен, позорца. Саламатсыңдар ма балалар, қалайсыңдар? Кешірім сұраймын, мен сендерді кешіріп қалдым. Енді ескемейсіз ба? Сөз қайтармаймыз. Айтпақшы балалар, бүгін бізде ару сайысы деген атты бізде конкурс ұйымдастырып жатыр. Соған бізде 2 қыз шығу керек. Содан кім шығады? Апай мен шықсам бола ма? Жарайды. Апай мен де қатысам. Ана сұмырай неге кеткен үстіне тым да кие алмайды. Ескі қысқа киімдерін киетін шығар. Жарайды, онда екеуіңді жазып қояйын. Бұйырса ол 15 күні, яғни 15 қараша күні болады екен. Азанда. Оған не береді? Оған 20 миллион и бір баспана береді. Мә, күшті ғой, мен жеңем. Мен жеңем. Оту керек. Содан бастап дайындалыңдар, киімдерді тігіп, ол күзгі бал сияқты. Жарайды апай. Бәрі маған таңғат, менікі ең күштісі болады. Сабақ сөндіргеннен кейін. Балалар сабақ аяқталды, үйлеріне бара берсеңдер болады. Жарайды. Мен қалмасы алайын. Қайда кетіп қалды мен заттым. Берші. Алай бер, керек емес маған. Бірге қайтайық екеуміз. Жарайды. Жүр, бірге қайтайық. Жарайды апай. Сау болыңыз апай, біз қайтып бара жатырмыз. Жақсы балалар, үйлеріңе тез қайтыңдар. Міне кеткен. Қайта берсеңдер болады қалғандарын да. Иә апай, мен айтпашы жүргізушіні алып кетеді. Мә, рахат қойсыған. Неге аузын жапшы? Түсін ба? Бізді жаңағы үшін кешірім сұраймын. Қызым, кел ғой отыр. Барып шешініп кел, бет оған жүріп кел. Мен сайын дайындап қойдым. Жарайды. Не қыл қойайын? Мен арайда қатысым керекпін күзгі балға. Паншон алым керекпін. Қызым, не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Айтпақшы мам, айта бер. Мен ару жеңімпазы деген атты конкурсқа жазылып қойдым. Андай күзгі бал сияқты ма? Иә. Міне, шырын ала қой. Мен соған жіптері керек ба? Енді тігу керек маған, ерекше қылтып. Сияға бірден көре ма? Иә, не береді? 20 миллион и бір баспана. Екітағажны. Айтпақшы, менде кеше 2 адамның тортынан заказ еткем. Тағы да бүгін бір адамның тортында заказ берді. И соңға жасау керек. Жарайды мам. Мен тамақтан алғыз деп отырсаш, керек қалатша заказ беруге. Мешен бізде телефонда жоқ қой. Жарайды. Бана магазиннен көріп қалғам ғой. Қызым, не жеп болса, неға қоя салай ма? Мен жазғы торттың заттан істей берейін. Мен дайындала берем. Жарайды қызым, бара қой. Бірінші сабағымды орындап аласың ба? Иә. Так, бірінші сабағым орындап тастайын. Вот жағыр керек еді. Нормально. Барады, есеп берді. Енді бұны шығарып керек.
Болды, шығардым бұны. Енді ана шөптерге кірісе берейін. Қой, менде не отырсын, бәрін жинап тастайын. Істей берейін заттарды. Істеп болдым, қазір адам келеді-ау деймін. Ана звоноктан айтты ғой, адресті де айттым, почти, иә? Кім екен, барып көрейін. Саламатсыз ба, сіз ба? Жаңа торт заказ берген. Иә, мен тортты бересіз бе? Жақсы. Не? Ақшасын бердім, иә? Иә, бердіңіз. Ойбай, кешірім сұраймын. Тәтті екен, рахмет. Жақсы. Сонымен, достар, бұның бірінші сериясы аяқталды, екінші сериясын күтіңіздер. Екінші сериясы өте қызық болады. Сау болыңыздар.